Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін адам болған жылан атты ертегінің 4-ші бөлімін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түріңіздер. Әлхиса сонымен Құрман ертеңгісін ұйқысынан оянып, көзін ашып қараса, айдалада үй де жоқ, бұрынғы киіп жүрген асыл киімі де жоқ, сықырлаған етік те жоқ. Өзінің бұрынғы қойшы күйіне түсіп, жаман тоны мен жаман шалбары, одан басқа ештеңе қалмапты. Енді не істеймін деп аң-таң болып тұрып, артына қараса, арт жағында баяғы өзі бағып жүрген бір қора қой мен астына мініп жүрген қызыл өгізі тұр. Өгізіне мініп, қойын өргізіп, мен патша болдым, 40 әйелім бар, бұл қойды сонда айдап барайын деп, қойды айдап ханның ордасына жанына апарып, иіріп тастап, құрттаған бір қойды өңгеріп, патшаның ордасына барып, «Ей қатындар, мына қойды түсіріп алыңдар», деп өгіздің үстінде тұрып айқай салады. Қатындары даусын танып, үйден жүгіріп шықса, бір қойшы қой өңгеріп келіп тұр. Құрман аңырап қарап қалған қатындарына ақырып, «Ал мына қойды, неғып мелшиіп тұрсыңдар?» деп балағаттайды. Қатындар қойшының балағаттағанына шыдай алмай, 40 қатын 40 сойыл алып, Құрманды сойылдың астына алып береді. Құрман қашады, өгіз жаяудан оза алмайды. Есі танып, өгізден өкіре құлап, жер қабады. Қатындар, сендей қойшыға сол керек, біздің байымыздың даусын салып, бізді алдамақшы, деп алдындағы күлге көміп кетіп қалады. Бір уақыттар болғанда Құрман есін жиса, күлдің ішінде жатыр. Күлмен көміп аяғына бір жалпақ тас бастырып кетіп қалыпты. Тасты аударып тастап, көрден шыққандай үсті басы жалма-жылма болып, түрегеліп жан-жағына қарайды. Сол жерде қанша жатқанын да білмейді. Қазір таң атып келе ме, күн батып келе ме, әйтеуір ала көлеңке уақыт. Біраз тұрып, басы айналып, қайта құлап қалады. Қозғалмай сол орында біраз жатып, аздап есін жиып болған соң, жағдайдың бәрін көз алдына елестетіп, Құрман ойланады. Қой, бүйтіп өлуге болмас, қайтадан жыланға барайын. Болған кемшілікті айтып жалынайын. Оны ажалдан алып қалып едім. Менің істеген бір кемшілігімді неге бір жолға кешірмес екен? Деген ойға келіп, орнынан тұрып, үсті басын қағып, қасында ағып жатқан бұлаққа барып жуынып, ауылдан аулақ барып бір жерге жатып, таңның атуын күтеді. Бір уақытта күткен таң да атады. Таң атқан соң баяғы өзі көрген жыланның ауылына тартады. Соған келіп, өзін жылан ертіп келген шұңқырдан түсіп, жер астындағы үңгірмен жүре береді. Баяғы өліп жатқан жыланға келеді. Жыландардың үстін басып жүруге болмайды. Айналып өтейін деп, айналып жолдан шығып бара жатқанда, жыландар өзінен өзі қақ айырылып, ортасынан жол ашады. Қайта жолға түсіп жүріп кетеді. Өзі көрген ақ үйге жақындап келгенде, ішінде күбірлеп сөйлескен адам даусын естиді. Бұл не болды екен? Деп үй сыртында тыңдап тұрса, қызбен сөйлесіп отырған әлгі жылан екен. Қызға шешесі, неге қайтып келдің? Деп сұрап отыр екен. Қыз жылап, болған оқиғаны бәрін айтады. Сонан үйдің бәрін көшіріп, осы жер астына кіретін есіктің алдына әлі де артымнан келер деп бір күн отырдым. Бірақ ол келмеді. Сонан соң келдім. Енді ол келсе, сіз маған қайта бар деп қинамаңыз. Мен енді оған қайта бармаймын. Ол мені алмаймын деп 3 рет қайра айтты.
Мен оған сонша жақсылық жасадым. Қойшы басын патшалыққа көтердім. Ол сонда да жақсылықты білмейді, деп қыз солқылдап жылап жіберді. Қыз жылағанда шешесі ашуланып, егер оны мен енді көрсем шағып өлтіремін, деп қаһарланды. Ол бәрін естіп тұрып, жаңа келе жатқан адамша тарсылдатып үйіне жақындады. Сонда қыздың шешесі, осы келе жатқан күйеу ғой, деп адам бейнесінен жылан бейнесіне енді. Ассалаумағалейкум деп кіріп барғанда, шешесі қаһарланып орнынан ысқыра тұра келді. Ол екі қолын қусырып бар жоқты айтып жалынды. Болған кемшілікті кешіруін сұрады. Жылан райынан қайтып адам қалпына түсті. Келбетті келген кемпір екен. Ол кемпір болса да, оған берген қызынан 10 есе сұлу екен. Сонда кемпір, қызымды неге қуып жібердің, деді. Құрман болған жағдайдың бәрін айтты. Екеуінің сөзін ой таразасынан тартқандай біраз үндемей отырып, әлден кейін, жарайды, әлде де тексерем, деп ас әзірлеуге тысқа шығып кетті. Даладан бір қайнап тұрған самауыр келді. Екеуі отырып шай ішті. Шай ішіп отырғанда ол сөз бастады. Ене, анадағы сізді қуған от не? Сол маған жұмбақ. Маған соның сырын айтыңызшы, деді. Сонда кемпір ауыр бір күрсініп былай деді. Ол мені жастайымнан оқытқан молда еді. Өзі аса сиқыр адам еді. Мені оқытып өзінің молдалық дәрежесіне жеткізіп, бірақ маған сиқыр оқуын оқытпады. Сиқыр кітабы бар еді. Сол кітапты өзінен тастамайтын. Ол әрбір айда бір жеті ұйықтайтын еді. Мен сол ұйықтағанда сиқыр кітабын алып оқи беретін болдым. Айына 7 күн сабақ оқимын, ал оянар алдында кітабын орнына қоямын. Сонан қойшы сиқыр кітапты түгел оқып бітуге жақындадым. Бірақ жылан болу және қайта адам болу өнерін ғана тез үйрендім. Басқасын тез үйрене алмадым. Менің оқуым бітуге жақындады. Енді сен үйіңе қайтасың, деді. Мен оқуды бітіргеннен кейін үйіме қайтпадым. Сондағы ойым, әлгі сиқыр кітаптың бәрін жатқа біліп алу. Оқуың бітті, үйіңе апарамын десе, әзір осы жерде тұрам деп көнбедім. Сөйтсем, мен білмеймін, мен қайтпаймын дегенге, әлгі құзғын менде кеуілі бар екен деп ойлапты. Бір күні маған әйел бол деп сөз айтты. Мен ашуланып, сиқырмен оны тышқан етіп жібердім. Ол қап деп қапы қалды. Ол менің неге қайтпай жүргенімді сонда бірақ білді. Бармағын тістеп қала берді. Мен кітапты алып еліме қайттым. Өзімнің сүйген кісіме қосылдым. Сонан 2-3 бала тудым. Біз қартайдық. Кейін әлгі кітапты ақ матаға орап теңге салып қойдым. Сөйтсем, әлгі құзғын молда соны бағып жүріпті. Теңге тесіп кіріп, адам болдыратын қағазын жеп, адам қалпына түсіпті. Түн ортасы болғанда, үстіме біреу ыстық суды шашып жіберді. Көзімді ашып алсам, әлгі молда шалыма пышақ салып өлтіріп, енді мені де іздеп жүр екен. Мен дереу жылан бола кеттім. Сөйткенде әлгі от болып маған лап етті. Мен атылып қаштым. Ол мені қуды. Сонан саған тап болдым. Сен оны өлтіріп, мені жауымнан құтқардың. Ажалдан құтылған соң мен саған қызымды бердім. Ақыры сен де қызымды тастадың. Бүгін келмей қалғаныңда мен сені шағып өлтіретін едім. Алдыңа келсе атаңның құнын кеш деген. Сондықтан
сен маған қайта күйеу бала бола аласың дейді. Ас ішіп болған соң бір қалайы қоңыр сандық алып қолыма ұстатты да, жер үстіне шыққан соң 4 қанат ақ отаудың орнына жерді дөңгелетіп сызып алып, мынаны басыңа жастанып жатып ұйықта дейді. Кемпіріммен қошта айтысып кетіп қалды. Жер бетіне шыққан соң 4 қанат ақ отау орнындай жер сызып алып ұйықтайды. Ертеңгісін тұрса, 4 қанат ақ отаудың ішінде жатыр. Қасында бір қыз жатыр. Алдындағы қыздай сұлу емес екен. Далаға шықса, малы да шамалы алғашқыдай көп емес екен. Үйге келіп киінейін деп қараса, әлгі оның патшалық киімін ала келген екен. Патшалық киімін киіп барып, өзінің тағына отырады. Сонан әйелін ордаға көшіріп алып, бірнеше жыл патшалық өмір сүрген екен. Тату-тәтті тұрып, дүниеден олар да кеткен екен дейді. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміз осымен тәмамдалды. Ертегі сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.